Mantekin şahitlerini görgende yüreğin kılp etsene deysin. Bәсе, құйрығын жалдап қашып бара жатқан содан екен ғой. Қас батыр деген қастай тұрып алады емес пе? Mantekin sümeleklerini görgende yüreğin kılp etsene deysin. Жігіттерін еркектей ұстап, қыздарын қылқындай қырған. Қылышын суыр. Әлі, Мантекин сүмелек келе жатыр. Қорықпа, қасыңда мен бар. Баянда айтасың тапқан екен. Әуелі намыстарынан кейін. Жарайды, тұсымыздан өте бергенде түріміз тірейді. Ал мен тырнағын істелейді. Оған демесе шын масқара болған. Маған қыр көрсетіп тұрған жоқсың ба? Не дейін? Я дейін бе? Я десем заңыңызды ақтаймын? Жоқ, жақтамаймын. Қыр көрсетіп тұрған жоқ. Бірақ тырнағын істелеп тұрған рас. Немене сонда төбелескің келіп еді? Менбесе жоқ. Төбелескің келсе, әміріңе құлдық. Менің қожайыным сенікінен кем емес. Артық та емес. Ойбай, артық қожайынымыздың ағайын келді. Кел, еркек болсаң төбелеске шық. Өлтіремін сен, Мантек. Армандай. Қаруларыңды, бұл не қырғыз? Ақымақ өлкей. Құлықтанға сөз шығындап қайтесің? Сазайыңды мен тартқысам менің болым. Ажыратып жатырмын. Сен дейсің сенімді таста. Кел екеулеп саратайық бұларды. Татулықты атама. Мантекин сүмелектерін көргенде менің жүрегім айнайды. Шық берсін жүрек. Сен өзін не танып тұрсың? Өлтіремін сен менің болым. Армандама. Мұнда неше болып жатыр? Менің семсерімді әкеліңдер. Ендік жетпегенін сенің қарыстағаның ба? Тастан күшті. Аулама баса көктеп кірген Мантеккилар жүргенде мен қалай тыныш отыра аламын? Капулет! Мен отбасы мүшелеріне қол көтеріп сен кімсің? Арандықтарға жол бермедім. Таста қылышын Мантек. Жау өлтіре мені. Тыныштықты бұзғанарсыздар. Су орнына қаншашып масайраған өңкей хайуан. Мен сендерге не дедім? Бір-біріңе қол көтерсіңдер, бастарынан қош айтса беріңдер. Қаруларын тартқан ет, тастаңдар. Осыдан әрі бір-біріңе қол көтерсеңдер, бастарынан қош айтса беріңдер. Капулетті менімен жүріңіз, қалғандарын тараңдар. Бұл ұрыс қалай басталды? Айтшыңыз. Аға, сіздің қызметшіңізбен Капулеттің қызметшілері қоштасып жатқан еді. Тоқтатайын деген ойым бар еді. Бірақ сол сәтте Тибай маған бас салды. Мен де оған қарсы қаруымды көтердім. Солай басталды. Рамоу қайда? Ұлың қайда? Көрінбеді ме ол жаңа? Жоқ ханым, ол таңертең серінге кеткен. Сикамор тоғайын кесіп өтіп, жалғыз өзі кесіп бара жатқанын байқадым. Сол серінім таусылмайтын болды. Күні кешке елдің көзінен көрінбей жатыр. Басынан бір қайыр кешіп жүрген сияқты. Біле алмадым себебін. Әне, Рамоу келе жатыр. Мен онымен өзім сөйлесіп көрейін. Рамоу, саған не болды? Бұл неткен қайғырттың ғой? Запыран жұтқызып зар елеткен соншама. Жанымда жайнап тұрмас, уайымым бар екен рас пен бөлі. Өзімді өзім жоғалтқандаймын. Сен біреуді сүйіп қалдың ба? Иә, махаббаттың тұңғиығы тұншықтырып барады. Көрер көзге мамақан бұл махаббат. Сұмдық көрсет, аса солдай қасарысып қалар. Қашаннан бергі әдеті? Махаббат деген тәйірі естиіп есін керегенде сандырақ. Мәнсіз ойдан шыққан мәнсіз қиял бір. О мен кермек араласқан су. Қош бол достым. Рамео, тоқта. Соншама қайдалсың? Әңгімеңіз аяқтағаныңыз жоқ қой. Сені мазалаған сұлу кім? Ол бекештен шынында да кейінгі құр елестен басқа мирас қалмайды. Үздім күдер бақыттан. Ондай қызды шығар өз ойынан. Басқа қызық бар ғой дүниеде. Жүрш, сөз. Екеумізге айып салды орасан. Шынында да инабат декабрет
Өтесіңдер ме қырқысып? Сонымен сөз түйіні не болды? Сөз түйінін айтты ғой. Қызым әлі балиғатқа жеткен жоқ. Ең болмаса 7-ші 14-ке. Енді 2 жыл кідірсеңдер, құдалыққа қарсы емес. Бұл жастан да ертерек үйленетіндер бар емес пе? Үмітіңнің бәрін жұта-жұта қара жер. Бұғанасы қақпай тұрып, некеге қайтып қияйын. Қымбатты Парис, бүгін біздің үйде үлкен жиын жиналады. Қаланың үлкені мен кішісі. Сіз де келіңіз, қалайық біз қуанып. Қызметші, сен мына тізім бойынша қонақтарды шақыр, бірі қалмайтын болсын. Жүріңіз, қымбатты Парис. Тізімге қара дейді. Мұнда не алып тұрған екен біліп пе? Бұны оқып маған оқымысты сымақ керек. О, міне, өздері де келе жатыр. Армысың сен, хаттанушы ма едің? Қалайға жазылған тақсыретті оқымай қайтып береміз. Рахмет, мен балгер емес, мен хаттан кісілерім. Ойнап айтам, әкеліш оқып берейін. Сеньор Мартино зайыбымен және қыздарымен, граф Ансельмо қарындастарымен, сеньора Планшенцо жиендерімен, Меркуцио ағасы Валентинмен, Капулетти әйелім қыздарымен, жиеніміз Розалина, Ливия, Валенцио, Тибаль, Лючио ерке Валентинасымен шақырылсын деген екен. Бірінен бір өткен ығай екен. Оларды қайда шақырып жатыр? Ана жақта. Қай жаққа дейсің? Біздің үйге кешкі қонақ асырған. Егер сен де әлгі Маттекиннің туысы болмасаң, сен де шақырдың. Рахмет саған. Айттым ғой саған жаңа бала. Жүр, барайық. Мынау сенің жабырқаулы көңілді көтеретін кеш болды ғой. Жарайды Биболю, бақсақ барайық. Бірақ мынаны есіңе сақта. Басқа қыздар ол бикештің жалғыз башпайына да тұрмайды. Көреміз ғой. Тәрбиеші, қайдасың? Шақырыңыз ба ханым? Джульетта қайда? Бар шақырам. Джульетта. Сұлу қызым менің. Кеше ғана кішкентай қыз едің. Бүгін міне жасың 14-ке де толды. Енді саған тек адал, ақ сүйек тұқымынан шыққан жас жігіт істейтін боламыз. Оның не сайын? Жол мұраты жету, қыз мұраты кету демекші, бой жеткен қызымызға текті жерден кеу жігіттеріміз керек. Кеше ғана кішкентай қыз едің. Сусана екеу бірге ойнап тете болып өстіңдер. Қанша баланы тәрбиелеп өсірдім. Жүрегіме ең жақыны сенсің Джульетта. Сен өзіңді көре аламын ба? Жоқ. Қызым, тұрмыс құру туралы өзінің көзқарасын қандай? Апа, ол туралы менің әлі ойлағаным жоқ. Веронада сенің жасынан да кіші қыздар тұрмысқа шыққан. Бүгінгі мерекеге Парис келеді. Саған құда түскісі келеді. О, дегенің, жігіттердің ішіндегі асылы ғой. Жер бетін айналып өтсеңдер, ондай жігіт таппассың қызым. Тыңдашы қызым, бүгінгі мерекеде Паристі жан-жақты қырынан тани түсуге тырыс. Оны мен болашағымды жарастыра аласың ба? Соны ойлан. Не дегенмен ақ сүйек тұқымынан шыққан жас жігіт хан мұрагері. Жарайды апа, қан тапсырмаңызды орындайын. Бірақ өзімнің жүрек қалауымен емес, тек қана сіздің тапсырмаңыз болған соң ғана орындайын. Құрметті ханымдар, бастаса қандай еді? Шақырылған қонақтардың барлығы сіздер күтіледі. Джульетта қызым жүр, қазірде да келіп. Бүгінгі барлық жақсылықты бастау болсын. Өлім кетіп келеміз бе? Жоқ әлі жай ғана басуға соламыз ба? Қалай ойлайсың ба? Жоқ, рамай. Әсірлеудің қажеті жоқ. Егер де сенің даусыңды сезіп, жүзіңді типайып келетін болса, мерекені шырт туғызады. Армысыздар, құрметті Верона тұрғындар. Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Өкшесіне күш түспеген ханымдар. Бұдан кейін қайтып қызбас демебей. Күй тартыңдар кешуер. Ал билей, не тұрыз?
see you there, flow through the air. Deep in my heart, I feel you're real. I have no fear. Look in my eyes and take my hand. Guide through no man's land. A time for us. Someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time for us at last to see a life worthwhile for you and me, and with our love through tears we pass surely through every storm. Джульетта, A time не деген сұлу едің. someday Джульетта, мынауың кім? Мынауың Ромео ғой. Жоқ, аға. Аға! А мен мына жерден әлгі сүмелектің дауысын естіп қалдым. Ромео'м айтып тұрғаным, Иә, сұлуың бана. түсендеше сабана, қайтесің оған тиісіп. Бұл қалада ең әдепті жігіт деп жұрт осыны айтады. Егер мені жас үлкен деп сыйласаң, Бірақ аға, доғар енді бұл жылды. көресің әлі. Оның сайраңдаған әлі отбасымызға қалай келсін Не болды? дейсің. Капулетти не болды? Жай. Ештеңе болған жоқ. Қанымда ас мәзірі дайын болды. Жүріңіз. Senin Ромео болғаның бақ болмады, зор болды. Я безіп әкеңнің бетпақ атынан, я мені әйел құтқар мені Капулеттиден зорлан. Ромео. Мынау менің сүйіктімнің даусы Джульетта емес пе? Джульетта. Қалай келдің бұл араға? Не қып жүрсің түнде беті? Сүйген адамды летін өзіңді. Сіз кетерде соншама сен көрмедім. Деп тұрсың ба да менің тірегім? Оларды жібермейді ғой көсейге. Жүз қаншақты найсалдарды сенің нұрың жанарың. Сен көз салсаң мың найзаға төтеп бере аламын. Бұтақтарын нұр төкерген бақпенен, аспандағы алтын аймен әпетеміз. Ромео, біздің махаббатымызға бәрі қарсы. Мені өзіне жасырын түрде жар етпесең, ата-анам басқа біреуге тұрмысқа беретін түрлері бар. Сен айтып тұрсың, Джульетта. Сен өзгені көргенше өлгенім артық емес пе? Мен Орын Сәкенмен сөйлесіп келдім. Ертең таңғы сағат 9-да сені сол үйде күтемін. Екеуміз мәңгі бірге боламыз, Джульетта. Джульетта дарысың ба? Тәрбиешім келе жатыр. Жарайды, Джульетта. Ертең сол үйде күтемін сені. Қош бол. Жолыңда бір болды ма? Жоқ, тәрбиешім. Жұлдыз аспанға қарап тұрған тұрғанмын. Тыңдашы қызым, сен мені алдай алмайсың. Жаным неге не болып жатқанын көзіңнен ақ көріп тұрмын. Сен Ромеомысың. Тәрбиешім, мені түсінсең, ертең мені жоқтығымды білдірмей. Әкелерін сөйлетсін бізді, жасырын түрде некелестіреді. Енді мен оның жарым боламын, тәрбиешім. Некелесті, не де тұрсың қызым? Әкең өлтіреді ғой сендерді. Тыныш, мамам естіп тұрмын. Жүрші, бағайда жасырын бар. Әке Лоренцо! тәңірге құлдық.
Бұл қайсың таң атпай? Мен ғой Ромео. Сенбісің жігітім. Ағыштың таң атпай. Кеше Мен кеште, қуаныштың не білсе де ғой. кеше кеште о жиын үстінде. Сайысқа түстім, дұшпан қолға түсті де. Капулеттидің қызына ғашық болдым құмартып. Ол да мені қалыпты өзімді ұйнатып. Бұдан әрі күнші бізден кетеді. Өзің қиып бермесең егер некені. Жай жапсарды, кейін ақ біл тұрыс не. Асықпасақ болмайды ғой бұл іске. О тоба, мына көзім не көрген? Мына жігіт қалай өзгерген? Өзіңді сайтан түртіп өтті ме? Розалина деуші едің бұл епіре. Енді қалай қарап түсің бетіме? Бұрын маған ұрсушы едің ғой осы үшін. Ол үшін емес, мінезің үшін шыз болар. Ол кім болыпты Джульеттаның қасында? Ол періште, ол пері ғой расында. Ол беріме, сен беріме кім білген? Үйтіп бүгін мені күлдірме. Жүрші әкеші, ана қалап сөйлесейікші. Күтуші ғой, тоғыздар кетті. Ол барған жағына шығып, кезек аңда кетер екен. Туф, шіркін, осындай кезде ғашықтар арасында адам емес, ойға хабар тасытса. Тәрбиешім, келдің ау ақыры. Не дейді ол той жай? Көне салдыңдар ма? Жер түбіне барып келдім. Сай сүйегім сынып барады. Демалайын ұша бер. Тәрбиешім, айтыңыз, не дейді ол еді айтыңыз? Жерден жеті қоян тапқандай қуанып ең. Менімен ақылдасқан жоқсың. Ромео болса қайтейін? Әрине, бет әлпеті жақса, алты баты тіптен тамаша. Тал бойын сипаттау үшін демеу таппайсың. Шашығаннан мен-ақ айтты болайын тәрбиешім, айтшы, не дейді ол той жай? Лоренцоға ек жүгірем тезір. Сол жерде әйел қылмақ сені күйеуің. Баяғыдан естімеген осы екен. Қырмызы айқа, тұрымын қарай көр. Бағым, жолдан қалмақ. Меркуция, досым, кетекші бұл алаңнан. Типальті көріп сасамастағың ғой. Өзі соқтықса, тыныш кете береміз. О, тағдыр неткен қатты кез. Тағда сендермен жолықтырғанын қарашы. Сен өзі қалай сөйлейсің, жігіттер. Осы тарқасып, бет-бетімен жүре берейікші. Жоқ, тапжырмаймын тұрған орында. Жардан қорып тұрған менде жоқ. Менде орып тұрған жоқ. О, әне, Монтекидің бастаған Ромео келеді. Мерекелік кешке ұрланып кір, бет-бете келген екенсің. Арсыз неме. Типай, сен әбдеңіз амай келтірдің. Кел, сән қасқашып. Ромео, тоқтат оларды. Мұнай кем барғандай, бір-бір Типай, Ромео. Бюбой, адамдарды шақыр, бол кел. Меркуция, қой деймін. Қойыңдар. Тұр ғой, Ромео. Қойыңдар, не істедіңдер? Типай, сен не істедің? Ромео, досым, Меркуцияда мерт болды. Енді не істейміз? Сен айтып тұрсың, мерт болған несі? Типай, Меркуцияның жаны әлі алысқа кете қоймаған шығар. Қазір сенің жаның барады соның қасына. Түсіндің бе? Мен бе? Өмірлік жан sevgin болған. Сен аттанарсың өдінейді. Тибай, мен сенің қазір жаныңды аламын. Өзің аттанарсың өдінейді. Ромео, сен не істедің? Тезірек қаш бұл жерден. Тибай мерт болғанын біліп қойса, сені жазалайды ғой. Бірақ мен ойлым, Тибайды аяндап тұрсың ба? Тезірек қаш бұл жерден. Тағдырдың тәркегі. Тимай! Тимай! Бауырымның баласы, бауырымның жандысы. О көзем, шақалаңызда қаны жерлерді. Тұрмысты кім бастады? Ол біздің көсем, қан төгісті ең алдымен бастаған Тибай. Ол ең алдымен Меркуцияны жаралап, мерт етті. Ол өтірік айтады. Олар 20 шақты кісі болып, Тимайға жабылды. Қамтөгісті кім бастады? Жылдам жауап беріңдер. Тибай бастады. Ол ең алдымен Ромеоның намысына тиіп, содан соң Меркуцияны өлтірді. Ромео оны шыдамай, Тибайдан кек алмақ болды. Ромео кінәлі емес.
Ол дос үшін кек алды. Оның орнына алса, сендер де осылай істеуші едіңдер. Жоқ, Ромео кінәсі үшін жер аударылады. Ал сендер Монтекки мен Капулетти әулеті. Қала тыныштығын бұзғандар үшін айыппұл төлейсіңдер. Бағып кетіңдер мақұлына бұлақ бақилықты. Қалғандарын тараңыз. Asıl canım paylaşırsın. Sana ne oldu? Gitti o nege. Ромео. Oğlan ne oldu? Ramon özüne kol salmış. Öz gözüme gördüm. Жанымнан өз көзіме көрдім. Тибай. Allah saklasın. Ramon'a Tibay var. Kimden ayrıldım? Тибай өлді. Өлтірген Ромео түсіне білсін. Mümkün емес. Ramon ondайға бармайды. Еркектердің ешқайсында да ар да намыс та жоқ. Бәрі жағымпаздық. Ромео деп едім. Шынар үшін көріп отырсың әлі. Ramon'un hakkı жаздырмашы тәрбиеші. Бауырымды қалай қимасам, асыл жарымды айдауға солай қимаймын. Ромео, не істедің сен? Екі осының арасында қалдырдың мені, Ромео. Болды қайырма. Ромео қазір шекерде шықты. Мен барып хабарлап келейін. Қоштасып алып берші тәрбиеші. Қала көсемі қандай шешім шығарар екен? Ромео, неге келдің? Джульетта сенің сорың болды ғой, сорың. Енді көсем сені айдауға шекпек. Айдауға кеткенімнен гөрі өлгенім жақсы емес пе? Ақымақ. Веронаны, Джульеттаны қалай тастап кетемін мен? Ақымақ, өлім жазасына шекпегеніне тәубе ет. Сен қаланың көсеміне рахмет айт. Джульеттаны қалай тастап кетемін? Сен осы ғибадатханада тұрып, осы жерде жасырына тұр. Әке, Біреу келеді. Ромео, әке, тамам. жазыңызшы. Жülетаның жаны, Ромео қайда? Әне анда. Қайғыдан қан жұтып тығылып отыр. Сенің жарың Джульеттаны күні бойы жылаумен жүр. Джульетта енді мені кешірмейтін шығар, я? Байғұс қыз бірде Тибайды жоқтан, бірде жарын іздеп аласарып жүр. Бұндай қайғымен өмір сүргенше өлгенім ақыл. Тоқтат, Ромео, өз-өзіңе қол жұмсама, бұл үлкен күнә. Одан да жүрегін сендеп соққан Джульеттаны ойласаңшы, ата-анаңшы. Әкей, мына қайғымен мен қалай өмір сүремін енді? Сен Джульеттамен таң атқанша қоштас. Таң ата кел. Жарайды, әкей. Таң ата, қайттан келемін. Ромео, ұмытпа, таң ата кел, күтем. Тибайдың қазасы ауыр болды. Әрине, үйде қайғы болып жатқанда құдалық неке туралы әңгіме ретсіз. Мойындамаңыз, Парис. Джульетта өз-өзіне келген соң үлгі сөйлесін. Джульетта қайғы басып қалды. Капулетти ханым, Джульеттамен өзіңіз сөйлесіңіз. Парис мырза, бейсенбі күні сізбен некелестіреміз. Сіз келісесіз бе? Келіспегенде Джульеттаның жауабын асыға күтемін. Ондай болса, жүріңіз. Сенен алыстан жүрсем де, жүрегім сенімен мәңгі бірге соғады жүреді.
Сен қайдасың? Қош бол, сүйікті. Қызым, сен ерте тұрып алғансың ба? Апасы жақпағансыз ба? Мен өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Байғұс қызым-ай, Тибальттың қайғысы сені сансыратты ғой. Оны өлтірген Ромео әлі жазасына жауап береді. Ромео оңбаған емес. Тибальт үшін мен одан өзім-ақ кек аламын. Ол жайында сен ойланба. Монтояға кісі жіберемін. Тамағына у қосып береді. Сонымен көп кешікпей-ақ өзі де Тибальттың жанына барады. Маған баратын кісі жіберіңіз. Одан кек алмайынша жаным тыныштық таппасын. Жарайды, ол жөнінде кейінірек. Саған айтар, жақсы жаңалығым бар. Париж ханзада сені қабылдық еткісі келеді. Бейсенбі күні Петр шіркеуінде некелесу рәсімі болады. Неткен асығыстық. Мен Парижге күйге шықпаймын. Не? Бұл жауабында әкең әй. Әне, өзі де келеді. Анасы, біздің шешіміміз туралы Джульеттаға айттың ба? Айттым, шықпаймын дейді. Не? Келіспейді? Күйеу баланың атағы бізден басым. Сенің бақытың үшін солай шештік. Егер мені әкеге санасаң, менің айтқанымды орындайсың. Егер айт істемесең, бұл үйден қараңғы батырасың. Мені әкеге санама. Әке, бірақ әке. Бірақ әкесі, жалғыз қызымыз. Мен сіздерші әке. Дыбысыңды шығарма. Қызым, тыныштал. Соңғасын ой, апатай. Әкене қарсы ештеңе де айта алмаймын. Қызым, Тәрбиеші. бол қызым. Ромео екеуің бәрібір бақытты бола алмайсыңдар. Одан да ойлауы. Ханзада бұйрық тұрғанға соның қолына ұстады жаным. Онда астына түсте. Анама айт. Мен шіркеуге барамын. Әкемнің алдында айттымын дер. Міне, осыған жоқ. Ромеодан айырмаша өлгенім артық. Бір алмағын табу керек. Не етсе де әкеге барамын. Бейсенбісі шұғыл екен соншама. Қайнатамның пәрмені 12 күн келмейді. Сіз қалдықтың келісімін алдыңыз ба? Тибальтқа қайырып жылап жатыр құрметті. Бірақ әкесі айтқаннан соң аман ғой. Енді түсінген шығарсыз себебі. Түсіндім мән жайды. Енді түсіндім. Әне, өзі де келеді Джульетта. Зайыбым қандай әдемі, бақытты сәт бұны еткен. Оныңыз қалай? Қиылған жоқ әлі некеміз. Бейсенбіде жарым боласыз бұйырса. Ол Құдайдың қолындағы шаруа. Дұрыс айтасың, Құдайдың қолындағы шаруа. Әке, мен сізге келгенмін. Ол сені түспек кеш қылмақ келейін. Бос қызым, уақытым бар сені тыңдауға. Жарайды ендеше, мен сұхбатқа бөгет болмаймын. Бейсенбіде жарым боласыз бұйырса. Оғанға дейін қолыңыздан бір сүйе тұрамын. Әке, сізге менің не бірге жылайыз, әке. Үмітті үздіңді. Жағдайыңды түсініктімін, бірақ ақылым айран болып тұр. Сен үйіңе қайт, әкеңе бар да келісіміңді айт. Мана тұтағы. Осыны ал да, ұйықтар аузында іш, тауысқанша іш, қол аяғың суып, қол аяғың қатып, қан тамырың, жүрек қағысың тоқтайды. Бәрі сені көрді деп ойлайды. Бәрі қоштасады. Бірақ кейін Ромеоны жіберемін. Ғибаратханада біз сені өзіміз аламыз, қаладан шығарып саламыз. Жасамаққа тұрса әке. Сүйеу деген тек тәуекел қашанда. Сау тұрыңыз тұрарар. Қызметші, кешегі тізімде жазылған адамдардың бәрін шақырдың ба? Иә? Бара бер. Қайда жоғалдың, қайсарыз? Жоғалған жоқ. Қайда өзімді таптым. Әке, мен сіздің алдыңызда айттым. Мен болсам бұл шешіміңді
некелесуді кеш қалдырмайық. Ондай болса некелесуді ертең өткізейік. Жарайды, әке, бара беріңіз. Мен киімдерімді дайындаймын. Жарайды қызым, барамын. Іске кірісіп кеттіңдер ме? Керек емес пе көмекші? Жоқ, ана жақсы бара беріңіз. Тәрбиеші бара беріңіз. Енді бұл шаруаны өзім анықтаймын. Жарайды, демалалım. Сау тұрыңдар бәрінде. Енді Құдай деді қашан кездесерімізді. Аруақтардың сыңғырласқан даусынан қалған бізге аңқылыңнан алжасың. Әне, Тибальт көрінеді маған. Мені Ромеоны іздеп жүр. Тоқта, Тибальт, Ромеоның қасына мен жетіп алайын. Ромео, сенің амандығың үшін ішемін мына құтыны. Қош бол. Джульетта қызым. Джульетта. Джульетта, саған не болды? Соң тәңірім, Джульетта. Көмекке кел. Джульетта өлді. Тауы ғой. Ах, балапаным. Жарығым, көзіңді ашшы. Оятшы. Өзінен бірге өлмесен десең де. Мені де. Көмектесіңдер. Көмекке! Не деген бассыздап, күйшілік ондай төмене күтіп. Джульетта өліп қалды. Жіберіңдер. Қолым мұздай. Жан тапсырғалы ұзақ болған ғой деймін. Қуатыма, көзі құрғыр көрмесін бұл сұмдықты. Бірлік сақтаңыздар. Болған іске болат жоқ. Енді ажал қанша түсе алмайсыздар. Джульетта қазір мәңгілік өмір тапты. Қоштасыңыздар. Сізде граф, сізде хан. Ибадатханаға алып кетер уақыт болды. Бұл жерде көз жастарды жылап сықтағаннан көптегені ренжітіп алмайды. Соншама ұзақ күткенде бұл күнді сонша сұхбаттар деп ойламадым. Тоқта Мантекки. Енді әруақтан алмақпысың өшінде? Міне досым, келдім қарымды батыруға. Естізген нең бар тиісіп, онан да жөніңді тап. Сенің сөзің құлағыма да кірмейді. Сен дойғынысың сен мені. Сен өзі сөз ұқпайтын қандай адамсың? О, Джульетта, сұлусың сен мұншама. Бишара көзім, ақырғы рет көріп қалар дидарым. Бишара қолым, ақырғы рет аймалап. Өш бишара ернім, ақырғы рет аймалап. Джульетта, мына сен үшін, мына ішіндегі уды бір сен үшін шешейін. Қош бол, сүйіктім. О тоба, о жаратқан, мынау жақта
Жордан, граф Парис, Ромео ғой, Джульетта. Бұл өлімнің жауабын кімнен табам? Джульетта. Оянатын сәт болды, Джульетта. Тұр қызым, Джульетта. Тездетейік бұл жерден. Бұл жағдайды кейін түсіремін, Джульетта. Мынау жатқан Ромео ма? Иә, қызым. Жағдайды содан кейін түсіндіремін. Ара беріңіз, брата. Джульетта, тездетпесек болмайды. Мен монастырда күтемін сені. Біздің қыздан жатыр әне қанағы қылыш болса өзінің көкірегіне кіріпті. Бұл деген жақсы нышан емес қой. Басымызға сондай сыбыр тап білерін кім білген? Бұл өлімнің ашылғанша жұмбағы. Баламның қашқындығына тыйжанбай, жана ғана дүние салды әйелім. Өзім салып көрейін. Өлшен адам тым құрмаса баламның әкесімен қоштасуға мәжбүр етті. Бұл өлімнің жұмбағы ашылғанша сабыр сақтаңдар. Еске қойдырамын. Маған түсті. Бұл балықтың барлығы. Енді мен Джульеттаға қойдырамын. Күлі қала таңғала дендігі. Ескерткішті қойдырамын алдынан. Адал жарға айнымаған антынан. Мынау жатқан Ромео, Джульеттаның күйеуі. Ал Джульетта, Ромеоның әйелі. Екеуінің некесін елге айтпай некелестіріп едім. Бірақ бір басында екі міндет, не қаза, не жалын. Көрдім. Енді міне, бұл басыма Құдайдан да қасірет. Қандай қиындық болсын. Көтеремін. Қайдасыңдар Капулетки, Мантрейки әулеті, сендердің осы қақтықыстарынан қараңдар не болып шықты. Мантрейки, әкел ұстат қолыңды. Сол ақтас Джульеттан кесірді ғантырым. Енді Джульеттаға асып өзінің мен бұна күлі қала қанғала дендігі Джульеттаға ескерткіш қойдырам алдынан. Адал жарға айнымаған антынан. Кеш түсті, ет бауырым елжірек, ескерткішті қойдырамын. Ромеоға ержүр. Сіздер келген бұл маңға кеш болмаса, Ромео мен Джульеттаның оқиғасы олар міне көкірегімде мәңгі шер болып қалады.